Женя анасымен және әжесімен бірге Алматыдағы қарапайым пәтерде тұрды. Ол мектеп оқушысы. Анасы балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істеді. Ал әжесі өсімдіктерді жақсы көреді. Және оның бүкіл бөлмесі ботаникалық баққа ұқсайтын еді. Бірде ол базардан гүлдеріне күлгін шам сатып алды. Сыныптастарынан бұл күлгін шамдар туралы бірде-бір әңгіме естіген жоқ. Бірақ аймақтағы мұндай күлгін терезелер туралы әңгімелерге ол сенбеді. Бәрі солай ма? Кептірілген зомбилер бар ма? Анасы мен әжесі күлгін жарықты орнатты. Кешке сабақтан үйге келе жатып, әжесінің терезесі күлгін жарықпен жанып тұрғанын көрді. Енді біз зомби боламыз деп күлді. Үйге келсе котлет пен картоп пюресі қосылған дәмді кешкі асты көрді. Анасы әжесінің бөлмесінен әлі шықпағанын және оған жаңа гүлдер отырғызып жатқанын айтты және оған кедергі жасамауын өтінді. Кешкі астан кейін Женя бөлмеге кіріп әжесінің не істеп жатқанын көруді шешті. Бірақ әжесінің есігін қаққанды құлыптаулы. Және ол мүлдем жауап бермеді. Женя бос емес деп ойлап үй тапсырмасын орындауға кетті. Кенет ол сықырлаған дыбыстан оянып кетті және ашық есікті әженің бөлмесін көрді. Женя бөлмеге қарады. Ішінде ешкім жоқ. Бірақ әжесінің осы уақыт бойы оның артындағы шкафта тұрған байқамады. Қорқып кеткен Женя бөлмеде ұшып шығып көрпенің астында тығылды. Бәрі рас, бұл шамда бірдеңе бар. Келесі күні анасына әжесі өзгергенін айтты, бірақ анасы жай ғана күлді. Содан кейін Женя күндіз әжесінің шамын ауыстыруды ұйғарды. Өйткені қазір ол бөлмеге келетінін біледі. Қыз бөлмеге кіреді және ол бұл бөлмеде болмаған. Бірақ ол күнде сатып алатын шамдар әлдеқайда көп болатын. Женя шамды бір-бірден босатып оларды кәдімгі шаммен ауыстыра бастады. Бірақ кенет ол пәтерге біреудің кіргенін естіді және әжесі уақытынан бұрын келді. Женя төсек астына тығылып күтті. Содан кейін біреу жаңа шамдар салынған сөмкемен бөлмеге келді. Ол Женяның анасы және шкафтың есігін ашты. Ішінде әже тұрды. Мен бұраған күлгін шамға қарап тұрып, әженің қасындағы бос төсекке отырды және Женяны шақыра бастады. Женя, саған тосын сыйым бар. Қорқып жатқан қыз оның қорқынышты жүзін көрді. Вот ты где!